Маған көптеген қыз келіншектер, Айгүл, маған қандай дұға көмектеседі? Мен қалай шүкіршілікті жасаймын? Мен неден бастаймын деген сұрақты өте көп қояды. Мен айтар едім, барлығын сен өзіңнен баста. Саған ең бірінші көмектесетін дүние сен мойындауың керексің. Сен дәл қазір осындай халде отырғаныңды мойындауың керексің. Сен тауға да, тасқа да басыңды өзің соққаныңды мойындауың керексің. Сондай әлсіз құл екеніңді мойындауың керексің. Сенің қолыңнан ештеме келмейтінін мойындауың керексің. Сен когда барлығын мойындайсың, сол кезде саған басқа дүниелер ашыла бастайды. Басқа есіктер ашыла бастайды. Артынша мойындағаннан кейін шүкіршілік жасаңыз. Сіз шүкіршілік етіңіз 12 мүшеңіз сау болғанына. Сіз шүкіршілік етіңіз балаңыздың бар болғанына. Сіз шүкіршілік етіңіз жұбайыңыздың бар болғаны. Ең бастысы сіз шүкіршілік етіңіз. Сіз дәл қазір азанда таңертең оянып, таңертең тұрып, менің осы видеомды көріп, есіңізге осы қалай шүкіршілік жасаймын, қалай дұға жасаймын деген сұрағыңызға жауап таба алғаныңызға, солай аузыңыздан жақсы сөз шыға бастаған уақытта соның барлығы дұға, соның барлығы қабыл болады.